Сәлем достар. Сіздермен бірге мен Бекзат. Және бүгінгі мен түсіріп отырған видеом сабақ оқитын адамдар типтері немесе мен өзім сабағымды қалай оқимын деп аталады. Олай болса, көп сөзбай видеоның тақырыбына көштік. Так, алгебрадан бүгін бізге не берді? Мен вообще алгебраны не үшін аштым, сірә жазбаймын. Келесі бізде технология. Технология вообще ол керек емес. Информатика. Так, информатиканы біз күнде компьютермен жұмыс жасаймыз, сондықтан үйге ешқандай зат берген жоқ. Дінтануда вообще баға шықпайды, сондықтан оқып керек жоқ. Қазақ әдебиеті. Так, қандай тақырып берді? Мен бұл тақырыпты кеше жаттап айтқан болатынмын, және менен енді сұрамайды. Болды, сабағымның барлығын істеп болдым. Енді спокойно кітабымды оқи берсем болады. Ойнап айтамын, спокойно сотқа шықи берсем болады. Құйрығы бір тұтам тұлпар міндім күн. Ту құйрығы бір тұтам тұлпар міндім өкінбен. Ту құйрығы бір тұтам тұлпар міндім өкінбен. Ту құйрығы бір тұтам тұлпар міндім өкінбен. Туған айдан ұрлам долға кетім өкінбен. Туған айды Так, бүгін бізге қазақ тілден не беріпті? Бұл жаттығу оңай, мен жасап көрейін. Үй жұмысы. Бұл тапсырма оңай екен. Не дейді? Я в тебе разочарован. Мен бұлды оңай деп ойласам, қиын болып шықты. Сондықтан қазақ тілден алатын жақсы бағам қош бол. Алгебра. Мен негізі осы алгебраны түсінбеймін. Бұл не үшін керек? Бұл керек емес сабақ. Біз өскенде не x қосқанда y шығатын дәлелдеуіміз керек пе? Бірақ x қосқанда y емес, 2x шығады. Мен бірдеңе біледі екен. Және мен вообще түсінбейтін затым, баяғы заманның адамдары уже бұл есептердің барлығын дәлелдеп, уже қалай шығатын бәрін айтып кеткен. Мен не үшін бұны дәлелдеуім керек? Или мен бүкіл өмірімде Герон формуласын өткізем ба? Егер мен жұмыс қалатын болса, не білесіз? Мен Герон формуласын білем. Мен геометрия мен алгебрадан барлық формуланы білем. Мен жұмыс қаласыз ба? Сондықтан бұл сабақтың маған керегі жоқ. Мен оқымаймын. Негізі аспекті Тора және Талмудта баяндалған үйделердің қайсы. Жазбалар Танах пен Талмуд деп аталады. Жоқ, мен басқа зат қалаңдамаймын, сабағымды оқимын. Үйделердің қасиеті тек кішкене ойнай тұрам болды. Сағат 11 болыпты. Сабақты басқа күн оқи саларым. Бүгін менің күнім емес. Достар, осы видео аяғына жетті және бұл видео сендерге ұнады деп ойдамын. Ұнаса сендер не істеулерің керек? Әрине созақтың жоға тұрған белгісін басып, менің арнама тіркелуді ұмытпай, және колокольчикті басып кетуің керек. Себебі менің арнамда күнделікті түрде жаңа қызықты видеолар шығып тұрады. Және бұл видеоға біз 70 лайк жинап көрейік. Егер 70 лайк жиналатын болса, мен осындай видеоның екінші бөлімін түсіретін боламын. Сондықтан тезірек лайк басып кетейік.